Қайырлы кеш, армысыздар құрметті тыңдарман. Бүгіннен бастап біз Көкірек көзінің кешкі әңгімесінде танымал жазушы Уаң Шүйенің мемлекеттік байқау сыйлығын алған Күнә повестін әңгімелейтін боламыз. Шығарма басталардан бұрын бір нәрсені түсіндіре кетейік. Ол кейіпкер Чэнзі Уо. Кейіпкер Чэнзі Уо екі адамға да осат беріледі, өйткені бұл жерде бір адамның атын екіншісі ұрлап емтиханнан көшіп оқуға барады, сондықтан өз әуелік атын өзгертіп Чэнзі Уоның атын алады. Сондықтан бұл жерде Чэнзі Уо деген ат екі кейіпкерге де беріледі, екі кейіпкер сол атпен аталады. Ал кітапта ол біреуін судья Чэнзі Уо десе, біреуін жаймашы саудагер Чэнзі Уо дейді. Біз сол бойынша айтамыз. Неге ұқсас ат айтылып жатыр дегенді біртіндеп түсінетін боласыздар. Екіншіден, Чэнзі Уо дегендегі аттағы әріптер. З дегеніміз жауапкершілік, міндет дегендегі зырын дегендегі. О мен, яғни мен дегендегі әріп. Сонда мен жауапкермін, мен жауапкерлік аламын, менің міндетім деген мағынаны білдіру үшін осы атты қолданған болуы мүмкін деп ойлаймын. Яғни кейіпкерге ат беруде де автор біраз күш салғанын көрсетеді. Сонымен әңгімемізді бастаймыз. Алқисса 20 жыл өткеннен кейін бүгінгі күні елге танымалы әйгілі судья болған Чэнзі Уо қасақана адам өлтірген жаймашы саудагер Чэнзі Уоның делосын бас судья болып қарайтын болды. Бұл адам өлтіру делосы туыла қалғаннан кейін-ақ қоғамда үлкен дүмпу қозғады, қоламталы мәселеге айланды. Оның басты себебі адам өлтіруші қылмыскер, көтермеші саудагер, ал зияндалушы, өлуші қала басқару әтіретінің қызметкері болғандықтан. Кескі материалдары және куәшілердің сөзі бойынша жауапкер жаймашы саудагер Чэнзі Уо рұқсатсыз, ешқандай куәліксіз қала көшелерінің жол қатынасына тосқындық жасап, көтерме сауда істейді. Ал қала басқару әтіретіндегілер оны ұстап алғаннан кейін оған заңды жақтан әкімшілік жаза қолданып, оның зат сатып алуға, сауда жасауға істететін үш аяқты велосипедін мүсәдіралап алмақ болады. Әрине, көтерме сауда жасайтын, сонымен жанын бағатын жаймашы саудагер Чэнзі Уо бұған мақұл бола қоймайды. Жанын бағып отырған жалғыз мүлкі. Сонымен екі ортада ұрыс керіс болады. Қала басқару әтіретіндегілер де кеңес бергенге тоқтамағаннан кейін енді күшке басады. Әлгі үш аяқты велосипедті, үш дөңгелекті велосипедті тартып алмақ болады. Сонымен итіс тартыс арпалыс барысында қала басқару әтіретіндегілердің біреуі Чэнзі Уоны таяқпен ұрып, басын жаралайды, басын жарады. Ақырында Чэнзі Уо амалсыз үш дөңгелекті велосипедін беріп құтылады. Осыдан кейін Чэнзі Уо тоқтап қалмай бірнеше рет қала басқару әтіретіне барып өзінің үш дөңгелекті велосипедін қайтарып алмақ болады. Сол үшін ізденеді. Алайда ешқандай өнім болмайды. Осылай әбден ашуға мінген ол бір күні қолына жеміс қабығын аршитын пышағын алып, көшеде тағы да әкімшілік заң атқарып жүрген қала басқару әтіретіндегілердің үстіне түседі де, біреуін ту сыртынан кеп пышақпен аямай ұрады. Пышақ әлгі қала басқарушының бүйрегін бөліп кеткен екен. Нақ майданда қансырап, емханаға апарылса да, соңынан өледі. Дело міне осылай туындаған еді. Дело ерекше уақиға болғандықтан жерлік ақпарат орындары, яғни қалалық телевизия мекемесі және газет, журналдың тілшілері қаптап, бұл жағдайды жан-жақтылы жазып, жер-жерге жариялап жатты. Ал торап бетінде де түрлі жазбалар, түрлі кескіндер, әрбір адамның әртүрлі пікірі қарша барады. Өкіметтік медиалардың баяндауы негізінен болған уақиғаның нақтылы болмысын, барысын баяндауды негіз етті. Зияндалушының семей адамдарына тілшілік істеді. Сонымен бірге жауапкер жаймашы саудагер Чэнзі Уоны айыптау негізінде баяндалды. Ал торап бетіндегі әңгіме мұдан алғашында мүлде өзгеше болды. Әсіресе дело туыла қалған кезде көп адамдар жоқ, өздеріне обал жоқ деп Чэнзі Уоны жақтап сөйлеп, қала басқару қызметкерлерін олар қала
басқару актілі ретіндегілер заң атқаруда дөрекілік танытты. Алдымен адам ұрып жаралады. Сондықтан жаймашы саудагер Чэньзының қылмысы болса да, бірақ оны өлім жазасына кесуге болмайды. Заң бұзушылық алдымен қала басқарушылар жағында болды деп Чэньзыға көмектесіп пікір білдіріп жатты. Торап әлеміндегі әйгілі блогерлер бұл торғайды құр жіберсін бе? Дереу түрлі көзқарастарын баяндап, біреулері Чэньзыны жақтап, біреулері қала басқару әтіретіндегілердің бұдан басқа да дөрекіліктерінің суреттерін салып, çok бәлем, сендер түзелуге тиіссіңдер, бұл сендерге берілген ең қатаң ескерту дегендерді айтып жүріп, тіпті фанат жинап, өздерінің абыройларын көтеріп жатты. Міне осылай интернеттік желіде, торап әлемінде көзқарас екіге жарылып, екі жақ бір-бірімен өліспей беріспейтіндей дәрежеде ұрыс керіске айналып бара жатты. Осыдан кейін қала басқару әтіретіндегілер амалсыздан уақиға болған кездегі кескіндерді торапқа таратып, болған уақиғаның бүкіл барысын ашық жариялады. Бұл кескіндер бойынша әуелгі ұрыс керісте Чэньзының басын жарған әлгі өлуші, зияндалушы болмай шықты. Оны қала басқару әтіретіндегілер уақытты қызмет істейтін жалдамалы қызметкер екендігін, ол осындай дөрекілікке барғандықтан қызметтен айдап жібердік деп өздерін ақтап жатты. Ал бұл ақталуға да көпшілік разы болмады. Неге уақытты қызметкерге заң атқартасыңдар деп шуылдағанымен, шындап келген кезде зияндалушы, өлуші бүкіл заң атқару барысында жаймашы саудагер Чэньзыға тиіспеген, тіпті оны кезікпеген болып шықты. Бұл фактіні ешкімді өзгерте алмайтын еді. Енді торап әлеміндегілер мен ақпарат саласындағылар бұл болған жағдайды тіпті де терең талдау жасау үшін зияндалушыны және жаймашы саудагер Чэньзының арғы бергі тарихын ақтаруға кірісті. Тіпті тораптастар олардың өткен шағын түп-тұқиянына дейін қазбалап іздеп шықты. Ақпарат әлемінің жазуынша өлген қала басқару әтіретінің қызметкері аты жөні Уюң екен. Бір жылдың алдында ғана университет бітіріп шыққан жас жігіт екен. Ал жекелердің түп-тұқиянына жетіп отырып тексеруінде әлде қалай елдің өсектеуіндегі кеудем соқ, есер соқ, әлде бір бастықтың туысы, сондықтан осы мекемеге кірген адам болмай шықты. Уюңның әке-шешесі ертеде зауыттан босаған жұмыскерлер екен. Ал семьясы қаланың шетіндегі ауылда тұрады екен. Семья жағдайы өпі-тәпі ғана жағдайы бар, әрең күнелтіп отырған адамдар. Уюңның әке-шешесі ертеде жұмыстан босағаннан кейін біраз уақыт кәсіпсіз қалады. Кейін әкесі ананы істеп жүріп, мынаны істеп жүріп, ең ақырында такси серіктігіне такси шопыры болып орналасады, біршама тұрақты қызмет істейді. Алайда анасы тұрақты қызмет таба алмағандықтан ол да көтерме жайма саудамен айналысады. Яғни қала шетіндегі Көктат базарында байпақ, іш киім сияқты ұсақ-түйек киім-кешекті жаймалап сатып, сонымен семьянасына көмектескен екен. Былайша айтқанда, ол да қала басқарушылардың соққы беретін объектісіндегі жайма саудагердің бірі еді. Анасы міне осылай жайма сауда ашып жүріп, семьясының кірісін арттырды, Уюңды орта мектеп оқытты, кейін университетті оқытып шығарды. Ал Уюң болса, университет бітіріп шыға қалған кезде қалалық райондық қала басқару әтіреті заңдық қызмет өтейтін қызметкер қабылдау емтиханын алады. Осы емтиханда жазбашада бірінші болып, соң бетпе-бет емтиханында да ағалап алға шығып, ешқандай іркіліссіз заң атқарушы қызметкер болып қабылданады. Уюң қызметке орналаса қалған кезде анасы қатты қуанады. Енді мені ешқандай бір қала басқару әтіретіндегілер басынбайтын болды. Ұлым қала басқару әтіретіне кірді. Мен алаңсыз бұрынғыдай саудамды істеймін деді. Уюң болса оған қарсы шықты. Ойбай шеше, менің абыройымды төкпейсің бе? Мен бетімді қайда қоямын? Мен қала басқару әтіретінде басқалардың жайма ашуына жол қоймай, оларға заңды қызмет өтеп жатсам, сен мұн жақтан өз алдыңа жайма ашып жүрсең қайтып болады деді. Ойбай ұлым, осының арқасында сен оқыттым. Енді сен үйленесің. Одан кейін қаладан үй сатып аласың. Соның бәрін ақша керек қой. Мен әлі де жайма ашып, аздап кіріс кіргізейін. Болмағанда сенің үй алғаныңа, үйленгеніңе көмектесейін деп еді. Ұлы Уюң қосылмады.
Сонымен анасы амалсыз ұзақ жыл істеген жайма саудасын ойын қызметке кіргеннен бастап тоқтатқан еді. Алайда ойын қызметке шыққан кезде өзінің шешесінің жайма саудагер болғанын, кезінде қала басқару әкіретіндегілердің оны да қуғындағанын білдіргісі келмеді. Сондықтан қала басқару әкіретіндегілер бұл жағдайдан хабарсыз еді. Бұл ақиқаттың бәрін тауып шыққан тораптастардың жалықпай түп тұқиянына жетіп тінтуінен анықталды. Тораптастар тағы да жалпы қара басқару әкіретіндегілердің 3 түрлі адам екендігін анықтап шықты. Оның бірінші тобындағылар басшылар, қалалық, райондық қала басқару мекемесінің әкіретінің мекеме бастығы, бөлім бастығы, әкірет бастығы және оның орынбасарлары дегендер. Олар түрлі лауазымды тұлғалар есептеледі, басқаларға бұйрық береді. Сонымен бірге заң атқару туралы жол жорық көрсетеді, жоба жасайды, жоғарыға документ береді, төменгі бұйрық береді. Міне осылай болып жүрген адамдар ешқандай уақытта алғы шепке барып, төменге түсіп, жайма саудагерлермен айғайласып күресудің санатында аударып жүрмейді. Екінші санаттағылар, олар ойын сияқты нақтылы мемлекеттік қызметкер есебінде қала басқару қызметіне орналасқандар. Олар жоғары мектеп бітіріп келіп, емтиханнан өтіп қызметке кіргендер немесе әлде бір бастықтардың туысы болғандықтан түрлі қарым-қатынас байланыспен осы мекемеге ауысып кірген адамдар. Бұлар мемлекеттің штатындағы қызметкерлер есептеледі. Әдетте қала-қалашықтарлап заң атқаруға көп шыға бермейді, кеңседе түрлі жұмыстар істейді. Ерекше үлкен жұмыстар болған кезде, мәселен, ережеге қайшы салынған құрылыстарды күшпен бұзған, шаққан кезде ғана нақ майданға барып, соны түземдеу, бір жайлету істеріне араласатын. Ал үшінші санаттағылар, олар селбесуші қызметкерлер немесе уақыттық қызметкерлер, тоқтамдағы қызметкерлер деп аталады. Олардың еңбек ақысы төмен, орны да төмен. Қала басқару қызметінің ішіндегі ең ауыр қиын жұмыстарды, қара жұмыстарды осылар істейді. Айғай-шуға, төбелеске, және көш аралауға осылар барады. Сондықтан олар осы заң атқару кезінде біраз қосымша нәпақа тауып қалуды, азырақ үстеме пайда түсіруді мақсат етеді. Жаймаларды заңға қайшы деп мүсәдіралап алған кезінде сондағы түрлі заттарды, мәселен жемістерді, көкөністерді, киім-кешектерді өзара бөліп алады. Заң бойынша болғанда, бұл селбесуші қызметкерлердің заң атқару құқығы жоқ. Олар заң атқаруға шығу үшін, көшеде түрлі жұмыстар істеу үшін әсілі ойын сияқты толымдылығы бар қызметкерлер бастап жүру керек еді. Алайда көбінде олар өз бетімен кетеді де, нақтылы қызметкерлері кеңседе қалады. Бұл барыста олар жаңағы азырақ пайда үшін және өздерінің мәдениет сауиясы, заң білуі төмен болғандықтан дөрекіліктерге бара береді. Дәл жайма саудагер Чэнзоны ұрған майданда осындай жағдай болған еді. Мұнда бірде-бір қызметкер жоқ, әсіресе зияндалушы, өлуші ойын майданда жоқ болатын. Чэнзоны ұрған нақ майдан, яғни Чэнзоның жаймасын 3 дөңгелекті велосипедін тартып алған нақ майдан, көшеде тұрған адамдардың қол телефонмен кескінге түсіру арқылы интернетке, торапқа тарап кеткен еді. Бұл сол кезде қала басқару мекемесіндегілердің ішінде де үлкен айтыс туғызды. Сонымен мекемедегілер дәл сол жолғы, яғни жайма саудагер Чэнзоны ұрып, жарақаттап, оның 3 дөңгелекті велосипедін тартып алған заң атқару кезіндегі жағдай туралы жиналыс өткізді. Бұл жиналыста зияндалушы, өлуші ойын сол реткі әрекетке қатынасқан селбесуші қызметкерлерді қатаң сын тезін алды. Бұлай дөрекілік істесеңдер болмайды, оларға заң түсіндірулерің керек деген ауыр сөгіс айтты. Бұны естіген төмендегілер разы болмады, дүрсе қоя берді. Өзің барып көрген жоқсың ғой. Ол жайма саудагерлердің барлығы оқымаған, оңбағандар, түгел суайттар, қайдағын айтады. Көкейде өлі өзімізді жарақаттап кетеді. Егер қатаң болмасақ, төбемізге дәретке отырудан тайынбайды. Мықты болсаңдар барып көрмейсіңдер ме? Бұл жерде отырып ақыл айтпай деп қарсы шықты. Бұл сөзге намыстанған ойын сол күннен бастап селбесуші қызметкерлерді бастап көшеге шығып заң атқаруды көрсетіп, оларды мәдениетті заң атқаруға тәрбиелемек болады. Дәл сол жағдайдың 3-ші күніне келген кезде бір қиындыққа тап болады. Яғни тағы да 3 дөңгелекті арбамен жайма ашып жеміс сатып жүрген әйел куәліксіз, рұқсатсыз жұмыс істегендіктен оның да 3 дөңгелекті арбасын алып кетуге тура келеді, алайда ол сәйкеспейді.
Уюң мәдениетті заң атқармақшы болып, онымен ұзақ пікірлеседі, оған заңды түсіндіреді. Алайда әлгі әйел көкбеттікке басып, айғайлап, оның айтқанына көнбей, жерге жата қалып, азан-қазан қылады. Бұл кезде өте көп адам жиналады да, жұрттың барлығы ойынға күле бастайды. Ақыры ойын амалсыз әлгі селбесуші қызметкерлерге күшпен тартып алыңдар. Бұл енді заңға дөрекілікпен қарсы шықты. Біз заңды қатаң атқаруымыз керек деп бұйырады. Селбесуші қызметкерлер әлгі әйелдің үш дөңгелекті велосипедін тартып алмақ болып жатқан кезде Чэньзы О да сырттан келген болатын. Ол келді де ары қарап тұрған ойынның сырт жағынан келіп, бүйірінен пышақ салып алады. Ал бұл пышақ ойынның бүйрегін бөліп кеткендіктен ақыры ол ажал құшады. Жерге құлап бара жатқан ойынның көз алдына бала шақтағы анасы елестейді. Анасы да бір кезде үстіп велосипедпен жаймашып жүрген кезде оны да қала басқару әтіретіндегілердің қоршап алғанын, оның дүниесінде тартып алғанын, анасы оларға жалынып жерге тізерлеп отыра қалған кездерін көз алдына кино лентасында елестетіп өтеді. Сонан соң аспан айналып жерге құлағандай ол ақыры бұл дүниемен қош айтысып кете барады. Міне осылай бір жас өмір қыршынынан қиылады. Ол енді үйленуге дайындалып жүрген болатын. Ал оның қалыңдығы ауыр аяқ еді. Алдағы 1 мамыр күні олардың некелену уақытында белгілеп туыс-туғандарына айтып қойған болатын. Енді оның бәрі өкініш болып қала береді. Міне осылай зияндалушы ойынның жағдайы ақпарат тараулар арқылы жарияланады. Бұл барыста оның анасына, болашақ жұбайына тілшілік істеледі. Газеттер, телевизия, торап беттерінде де жұрттың барлығы енді жаймашы саудагер Чэньзы Оны кінәлай бастайды, соған шабуылға өтеді. Енді ақпарат тараулар жаймашы саудагер, адам өлтіруші қандықол қылмыскер Чэньзы Оның арғы бергі тарихын түп-тұғиянына дейін ақтарып шығарады. Жарайды, онда бүгінгі әңгіме осы жерге дейін. Чэньзы Оның бұдан кейінгі тағдыры не болады, ол туралы әңгімені ертең айтатын боламыз. Ертең кезіккен жаман сау болыңыздар. Рахмет.